Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысына болашақ су саласының мамандары мен мектеп оқушыларының қызығушылығы артып келеді. Солардың бірі номері 53-ші Сабыр Рақымов атындағы мектептің 9-шы сынып оқушысы Жұматаева Дана. Оқушы қыз ғылыми жобасына байланысты мекеменің зертханасында жұмыс істеуге ниеттеніп келіпті. Әрине, ынтасы бар жасқа бізде мүмкіндіктер беріледі. Дананың ғылыми жұмысы ауыз судың және Бадам өзенінің суының құрамындағы ауыр металдарды анықтау деп аталады. Мекеме зертханашылары Данаға зерттеу, талдау жұмыстарының қалай жүргізілетінін көрсетіп түсіндірді. Күнделікті тұтынушыларға берілетін ауыз судың сапасын бақылап отыратын зерттеушілер мұндай талдауларды жүргізуге қуана қолдау білдірді. Жастардың техникалық мамандыққа бейімделуіне баса мән беріліп отырған шақта, мұндай жұмыстарға оқушылардың жігерлендіру бізге міндет, дейді жетекші. Біз ғылыми жоба жүргізіп жатырмыз, және де біздегі мақсат ол ауыз су мен Бадам өзенінің суының құрамындағы ауыр металдарды анықтау. Және де біз осы лабораторияға келіп, біз оны анықтадық, жұмыс барысын жүргіздік. Біз оқушы екеуміз ауыз суының құрамындағы және Бадам өзенінің суының құрамындағы ауыр металдарды зерттеп жатырмыз ғылыми жобамыз. Сол мақсатта осы су орталығын зерттеу зертханасына келіп тұрмыз. Оқушы екеуміз жұмыс жасадық. Осы су арнасы зертханасының зертханашыларына айтарымыз шексіз бізге көмектескен үшін.